Армысыз YouTube көрермен, сіздермен денсаулық байлық арнасы. Қазақша контенттің дамып, оның қолдауына үлес қосып жатқандарыңыз үшін өздеріңізге алғыс айтамыз. Бірақ көпшілік тұрғыда көп адамдардың тіркелмей қарайтыны қынжылтады. Лайым сіздерге осы видео ұнап жатса, оны таратып, лайк басып, каналға тіркеліп кетсеңіздер риза болып қалар едік. Бүгін сіздердің назарларыңызға егде жастағы кісілерге қандай витаминдер ішкен жөн? Осыны ұсынбақшымыз. Витаминдер кез келген жастағы адамдар үшін денсаулық пен күш-қуат көзі болып табылады. Қартайған кезде физиологиялық және психикалық процестердің көпшілігі баяулап, аурулар пайда болатындықтан, егде жастағы адамдардың қалыпты өмір сүру үшін қосымша энергия көзі қажет. Кейбір витаминдер әсіресе егде жастағы адамдар үшін пайдалы, өйткені олар ми жұмысын ынталандырады, тіндердің қартаю процесін баяулатады және қан айналымын жақсартады. Витаминдер жасы ұлғайғанға дейін сергектік пен ақыл-ойдың анықтығын сақтай отырып, деменциямен ауыратын қарттарды интернат үйіне орналастырудан аулақ болуға мүмкіндік береді. Егде жастағы адамдар дәрумендерді қабылдауы керек пе жоқ па деген сұраққа мамандар бір ауызбен керек деген жауап қайтады. Жасы ұлғайған сайын адамның иммунитеті әлсіреп, қалыпты зат алмасу бұзылады. Ағза тамақтан қажетті минералды кешенді ала алмайды. Егер қосымша қоспалар енгізілмесе, гиповитаминоз болуы мүмкін. Бұл асқынуларға келеді. Қан анемиясы, жүйке бұзылулары, көру қабілетінің төмендеуі, қозғалыстарды үйлестіруді жоғалту. Табиғи қорғанысты қалыптастыру үшін жергілікті күш болмаса, зейнеткердің денесі вирустар мен бактериялардың нысанына айналады. Қартайғанда қандай дәрумендерді қабылдау керек? Витамин минералды кешен жеке таңдалады, сондықтан алдымен маманмен кеңескен жөн. Медициналық тарихқа, шағымдарға және зертханалық зерттеулерге сүйене отырып анализдерге дәрігер науқаста қандай витамин тапшылығы бар екенін анықтайды. Гиповитаминоздың әрбір түріне тек өзіне тән белгілер болады. Оның біріншісі А дәрумені. Жетіспеушілік түнгі соқырлыққа әкеледі, кешке көру қабілетінің нашарлауы. А дәрумені бауырда, сәбізде, болгар бұрышында, сары майда және жұмыртқада кездеседі. В дәрумені тапшылығы жүйке жүйесінің жұмысына әсер етеді. Егде жастағы адам бұлшықет ауруы, құрысу және герматитпен ауырады. Ет, картоп, балық, бұршақ, қызылша В дәрумендеріне бай. С дәрумені. Егер қарт адамда аскорбин қышқылы жетіспесе, жаралар жақсы жазылмайды. Тістері түсіп, сыну жиілейді. Қарақат, құлпынай, апельсин және қызанақтың құрамында С дәруменінің көп мөлшері бар. Витамин Д. Бұл элементтің жетіспеушілігі остеомаляцияның тудырады. Сүйек тінінің жұмсартылуы остеомаляция деп аталады. Зейнеткерлер қатты терлейді. Қан қысымы өзгереді, буындары ауырады. Ағза ультракүлгін сәулелердің әсерінен Д витаминін өздігінен шығарады. Сондықтан күн сайын таза ауада кемінде 1,5 сағат болу ұсынылады. В витаминінің тағамдық көздері ірімшік, сүзбе, ақжелкен, скумбрия және треска бауыры болып табылады. Е дәрумені. Ағзада Е дәрумендер жетіспесе, қартаю дақтары пайда болады. Адам денесінің ауруы мен қан аздығынан ауырады. Элементті толтыру үшін өсімдік майларын жеу пайдалы. Оған зығыр, зәйтүн, күнжіт жатады. Витамин К. Витаминнің жетіспеушілігі қан кетумен және гематомалармен көрсетіледі. Ол кивиде, авокадо, жасылгүлді қырыққабат, бидай кебегінде өте көп. Біздің елде қарт адамдар дерлік витаминдік тапшылығын сезінеді. Бұл проблеманың себептері бірнеше. Климаттың ерекшеліктері, тамақтану дәстүрлері, экономикалық аспектілер. Көптеген адамдар егде адамдарға қандай витаминдер қабылдау керектігін білмейді. Ұзақ өмір сүру және дені сау болып қалу үшін дұрыс диета жасалу керек. Адам денесі витаминдерді синтездей алмайды, есіңізде болсын. Ал олардың болмауы ауыр аурулардың дамуына әкелуі мүмкін.
Адамдарға қандай витамин қажет екені және олар қандай тағамнан алуға болатындығын кез келген адам өзінің отбасында қарт қариясы болса, осыны ойланып ұғыну керек. Қазақ ата-бабамыз қарттарым асыл қазынам деп бекер айтпаған ғой. Қария кісілердің денсаулығына көңіл бөліп, олардың ұзақ өмір сүруіне, ақылынан ерте алжаспауына көңіл бөле білсек, нұр үстіне нұр болар еді. Себебі кез келген адам түптің түбінде қарттыққа келеді. Ал қадірменді көрермен, осы жерден өздеріңізге қажетті ақпаратты ала білсеңіздер, үйлеріңізде қария кісілер болса, олардың денсаулығына көңіл бөліп, тамақтану мәзіріне әсіресе және осы видеода айтып кеткен витаминдерді барынша олардың тамағына енгізуге, сонымен қатар В12 витаминін жақсы табиғи түрде алуына көп көңіл бөлу керек. Себебі В12 витамині жетіспеген жағдайда қарт кісілерде көп жағдайда ақылынан алжасу ерте байқала бастайды. Сол үшін қарттардың денсаулығына көңіл бөліп, олардың аман сау жүргендеріңізге көңіл бөлейік. Бәріміз аман болайық, ауырмайық.